Сәлем достар, қош келдіңіздер, арнаға жазылып қолдау көрсетіп отырыңыздар. Өмір ғажап сериалы қазіргі уақытта көрермендер арасында кең талқыланып жатқан танымал түрік драмасы. Бұл қылмыс, романтика, әлеуметтік лифт пен әйел тағдырына негізделген эмоцияға толы телехикая. Сериал туралы жалпы мәлімет. Атауы өмір ғажап. Жанры драма, қылмыс, романтика. Шыққан жылы 2023 жыл. Сериалдың негізгі кейіпкері Шебнем Гümüşçü. Ол кедей отбасынан шыққан, бірақ өмірін түбегейлі өзгертіп, сән-салтанатты өмірге жеткен әйел. Оның сыртқы өмірі мінсіз көрінгенімен, ішкі әлемімен өткен өмірі толы құпия. Негізгі оқиғалар. Шебнем қазір бай, беделді, сымбатты әйел. Бірақ оның осы өмірге қалай жеткені үлкен жұмбақ. Ол бұрын қылмыстық әлеммен байланыста болған, бірақ бұл шындықты ешкім білмейді. Полицей Месут оның артынан түсе бастайды, өйткені Шебнемнің өмірінде түсініксіз жайттар көп. Оқиға желісіне оның отбасы, ескі таныстары, жаулар мен махаббаттары араласады. Әр серияда Шебнемнің өткен өмірі ашылып, қазіргі өмірімен бетпе-бет келеді. Өмір үшін күрес. Әйелдердің қоғамдағы орны. Қос өмір, сыртқы жылтырақ пен ішкі жара. Құпиялар мен сатқындық. Махаббат пен сенім. Әділдік пен кек. Шебнем қатты тағдырдан өткен, қазір табысты әйел. Құпиясы көп. Месут тергеуші Шебнемнің өмірін зерттеп, оған сезімін де жасырмайды. Мелиса Шебнемнің жауы. Қызғаныш пен өшпенділікпен әрекет етеді. Айсел Шебнемнің енесі. Салқын қанды, сыни көзқарастағы әйел. Онур Шебнемнің күйеуі немесе бұрынғы серігі, контекстке байланысты. Неліктен көру керек? Керемет актерлік құрам. Қызықты, шиеленіске толы оқиға. Түрік қоғамының шынайы бейнесі. Әйел кейіпкердің күрескерлік жолы. Эмоция мен интригаға толы сериал. Егер сізге Шебнемнің тағдыры мен драмалық қақтығыстар ұнайтын болса, өмір ғажап сериалы міндетті түрде көруге тұрарлық. Кино жайлы өз ойыңызды жаза кетіңіз.